негізі дәрігерлер дәрімен емдеудің ғана жолын айтады. Дәрігерлер физикалық тұрғыда сен оның дамытудың жолдарын айтпайды. Мына бір ай секірсе, минимум 5 килодан бастап тастайды. 5 килодан бастап тастайды. Жігіттер үшін ең маңызды тестостеронның артуына көмектеседі. Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Ербол. Жапондық жаттығулардың Қазақстандағы амбассадор десек те болады. Табатаны алғаш қазақ болып ютубтағы нұсқасын жасап, және осы қалың қазаққа жеткізгім келетін бір жанмын. Негізінде көп адам жаттығу жасау керек екенін біледі. Бірақ бәрінде бір проблема бар, 90. Ол ерінеді. Неден қалай жасап кетуін білмейді. Біздің Табата бокстың өз негізі миссиясы солардың ерініп тұрған миындағы осы жеңілдету. Қолдарына бір кликпен бүкіл Қазақстан бойынша біз жеткізіп береміз мынаны. Бір кликпен қолын алады. Екіншісі тастайды да біз инструкциясын беріп қоямыз ішінде. Алады да жасай береді. Ешқандай бір оқуының қажеті жоқ. Мына бір заттардың бір өз ерекшелігі. Көзің алдына тастаған кезінде, болмаса ковриктің үстіне шыққан кезінде еріншектің өзі кетеді ғой. Жартысы кетеді. Жоқ деген. Үстіне шығып қозғалдың 70% кетеді. Бастап жасадың 100% кетеді. Ең кайфы жасап боласың ғой, 10-15 минуттың уақытың кетеді. Молодец дейсің, өзің мақтайсың, сен жасадың дейсің. Бір күн, 2 күн, 3 күн. Сен Табата жасап жүресің да, өміріңде өзің ойламаған жетістіктерге жете бастайсың да. Қарапайым осы 5 заттың көмегімен. Енді 1 жылдан аса Табатамен айналыстым, жапондық жаттығуларды жасадым. Содан кейін барып Табата бокс өмірге келді. Осы туралы кеңінен айтып беретін болам. Асықпай бүге-шүгесіне дейін ашып айтып беретін болам. Қызық болатын болса, кеттік достар. Мынау бізде Табата бокс. Қазір өздеріңізбен бірге ашатын болам. 1 жыл жапон жаттығуларын жасап жүріп, қалыптастырған дүниеге келген сборка да бұл. Осы Табата бокс өмірге келді. 368 күн болды жасап жүргеніме. Бұл Табата бокстың ең бірінші инструменті бұл скакалка. Скакалка туралы да көп нәрсе айтуға болады. Қарапайым күніге 10 минут скакалкада жұмыс жасау 2,5 километр жүгіргеннің эффектісін береді. Және скакалка сияқты эффект бермейді. Скакалка бүкіл денемізді жиырады. Және біздің серіппе бұлшықеттерін, аяқ бұлшықеттерін біздің координациямызға үлкен әсер етеді. Екінші Табата бокстың ішіндегі инструментіміз бұл эспандер тростар. Эспандер тростың бұл жерде 4 түрі бар. Мынаның түсіне қарай бөлінеді бұлар. Қанық түсіне қарай бұл ауырлай береді. 12 килограмм, 8 килограмм, 6 килограмм болып ше. Бұмен дене бұлшықеттерін созу арқылы. Мынау бізде жаңа секіріп майымызды жігайтеттік қой. Мынау енді бұлшықеттерімізді созамыз. Төс бұлшықеттеріміз, қол, аяқ бұлшықеттерін арнайы жаттығулары бар. Осы эспандер троспен жасалады. Бұның негізгі пайдасы адам біздің бұлшықеттен тұрамыз ғой. Біздің бүкіл сүйектеріміздің сыртына жабысқан бұлшықеттер біздің өміріміздің сапасы үшін, сергектігіміз үшін, денеміздегі гормондардың бөлу үшін әсер ететін бұл бұлшықеттеріміз. Бұлшықеттердің шымырда ширақ болу үшін резинкенің пайдасы зор. Негізі дәрігерлер дәрімен емдеудің ғана жолын айтады. Дәрігерлер физикалық тұрғыда сен оның дамытудың жолдарын айтпайды. Сондықтан біз оны шатастырмау керекпіз. Келесі біздің спорттық бұйымымыз бұл мини-бенд деп аталынады. Бұл аяқ бұлшықеттеріне арналған. Бұл біздің аяқ бұлшықеттерін нығайтады, артық майымызды жағады. Яғни, сіз отырып приседание жасаған кезінде үлкен сан бұлшықеттерінің алдына артығы бұлшықеттері задействовать етеді ғой. Ал ең еркекте де әйелде де көбінесе қозғалысқа түспей қалатын шат бұлшықеттер, аяқтың ішкі жақ бұлшықеттері. Мынау мини-бендтер ішкі аяқ бұлшықеттерін, мына жерге әртүрлі нагрузка қоямыз ғой, аяқты ашу арқылы шат бұлшықеттерінің шамадан тыс нагрузкалар беру арқылы артық майынан арылтып, күшін көбейтуге атсалысады. Бұл бірінші салмақтан бұрын мини-бендтің пайдасы бұл аяғы үлкен қыздардың мысалы ішкі жаны аяғы тартылуына, яғни больше объемға работает тартылуына, және жігіттер үшін ең маңызды тестостеронның артуына
көмектесетін бірден бір инструмент. Сондықтан міне негізгісі мынау коврик, коврик. Бұл коврикті де айттық, бұл тек қана спорттық сәндік құрал емес. Бұны сіз төсеген кезінде, сіз спортқа деген ерініп тұрсаңыз да, сіздің 50%-ға сіздің құлшынысыңызды оятатын инструмент. Үстіне тұрып жұмыс жасағаннан кейін, бұл біріншіден безопасность. Сіздердің белдеріңізге, буындарыңызға артық салмақты түсірмей, мынаның үстінде жасау приятно. Одан кейін растяжка упражненияларымыз бар. Созылу, денені созу, бұлшықеттерімізді босату, осы ковриктердің үстінде жасалады. Және біз бұл коврикке күшті бір атау беріп қойдық қазір. Бұл спорттың жайнамазы. Осы жаныңда болса, жүздеген жаттығуды әшейін жасап кете бересің. Бір күн коврикпен ғана жасай саласың да, мысалға шақ. Ертесіне мысалға скакалкамен жасайсың. Үшінші күні мынамен жасайсың, төртінші. Ал қалайсың, соңынан бір подходпен барлық инструментпен қосып жасап болады. Табата боксты алу қиын, түсіну қиын, білмеймін деп айтатын болса, бірінші кезекте біз осы түсіргенімізді, осы қарапайым түсіргенімізді YouTube-ға салып қоямыз. Бұл бір ақпарат алу үшін. Екінші, Каспиге кіресіздер, табата бокс деп терсеңіздер, дәл осы комплект алдыңыздан шыға келеді. Үстінен басасыз, не жасайсыз? Бүкіл Қазақстан бойынша апарып жеткізіп беру тегін. 2-3 күннің ішінде бүкіл Қазақстан бойынша жеткізіп беру тегін қолыңызда болады. Арғай сізде сылтау қалмайды. Ербол Дайраш парақшасына тіркелсеңіз, әртүрлі жаттығуларымыз жарыққа шығып жатады. Мысалға, бір күні скакалкада боксерлар сияқты секіру жаттығуын салып қоямыз. Сіз аласыз, солай жасай саласыз. Өмірде мынандай ғой, бір макарон, май, тұз, жұмыртқадан әртүрлі тамақ істеуге болады. 7 күнде 7 түрлі тамақ істеуге болады негізінде. Сол сияқты мына инструменттермен микс жасап, неше түрлі жаттығу жасауға болады.